Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге пеште пісірілетін өте дәмді пирожкидің рецептімен бөлісемін. Қамыры жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керегі 5-6 ірі картоп. Оны жақсылап тазалап, жуып, осындай 4-5 бөліктерге бөліп, қайнап тұрған суға шамалы тұз салып, пісіріп аламыз. Біздің картоп піскенше қамырын жасаймыз. Ол үшін 200 мл сүтке, сүттің пайызы маңызды емес, 50 мл қайнап тұрған ыстық су құямыз, және 2 ас қасық қант салып, 10 грамм ашытқы салып, шамалы араластырып, 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Ашытқымыз кішкене көпіргенде, оған 2 жұмыртқаны, 1 шай қасық тұз саламыз, және 150 грамм сары майды ерітіп қосамыз. Енді осыны шамалы араластырып, оған 650 немесе 700 грамм ұн салып, жақсылап қамыр жасаймыз. Алдымен 600 грамм ұн салып, араластырып көріңіз. Себебі ұнды көп салсаңыз, қамырыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Енді осы дайын қамырдың бетін жауып бөлме температурасында қойып қоямыз. Оған дейін біздің салмамызға, яғни картопқа қосатын сәбіз бен пиязды дайындаймыз. Осындай шағын көлемдегі пияз бен сәбіз жеткілікті. Алдымен пиязды ұсақтап турап аламыз, ал сәбізімізді теркадан өткіземіз. Және екеуін шамалы сұйық майға қуырып, бетіне 3-4 ас қасық су құйып қуырып аламыз. Біздің картошкамыз дайын болғанда, оған қуырылған сәбіз бен пиязды қосып, жақсылап араластырып езіп аламыз. Картопты көбіне мен осылай шанышқының көмегімен еземін, себебі блендермен езетін болсаңыз, ол жабысқақ болып кетеді. Сондықтан маған осылай шанышқының көмегімен езген өзіме ыңғайлы, және кішкене түйіршіктері болса, пирожкидің ішінде дәмді болып көрінеді өзіме. Міне біздің қамырымыз да дайын, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болады. Және пирожкилар барлығы бірдей әдемі болу үшін мен осылай ерінбей таразыға салып, әрбір бөлігін өлшеп аламын. 60 граммнан барлық қамырды бөліп шықтым. Осы рецепт бойынша, осы тестадан менде 20 пирожки шықты. Барлығын домалақтап, осылай бір матаның астына салып қоямын, себебі беті қатып қалмау үшін. Және әрбір қамырды алып, ішіне қалауыңызша салмасын салып, шетін жақсылап осылай қолмен қысып, пирожки дайындап аламыз. Дәл осылай барлық қамырдан жасап шығамыз. Қамырыңызды жұқа қылып жайыңыз, себебі ол піскен кезде тағы да көтеріледі. Енді біздің пирожкиді пештің ыдысына салып, бетіне 1 жұмыртқаны жарып жағамыз. Жұмыртқаның сарысын ғана жағу маңызды емес. Мен 1 жұмыртқаны араластырып, соны бетіне жақсылап жағып шығамын. 180 градуста 30-35 минутта пирожки дайын болады.
менің пешім тек асты ғана қыздыратын болғандықтан беті осылай кішкене қатты қызармайды, бірақ осындай болып қызарғанның өзі маған ұнайды. Ал сіздің пешіңіздің асты үсті қыздыратын болса, пирожкиларыңыз қоп-қоңыр әп-әдемі болып шығады. Және пирожкидің ыстық кезінде бетіне сұйық май жақсаңыз, қамыры одан сайын жұп-жұмсақ әрі жып-жылтыр болады. Міне біздің пирожкилеріміз дайын. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.